Қазанның үшінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика және информатика институтында математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда атты 8-ші халықаралық ғылыми әдістемелік конференция басталды. Аталған жиын университеттің 90 жылдық мерейтойына арналып отыр. Үлкен тарихи және мәдени мұралары бар ғылыми білімнің алдыңғы қатарындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті өз алдына қойылған міндеттерді табысты шешіп, әлемдік білім беру кеңістігінде Қазақстанның білімнің мәртебесін көтеретініне сенімім мол. Университеттің жинаған үлкен кәсіби тәжірибесі бізді ертеңгі күнге сеніммен қарап, көздеген мақсаттарымызға жеткізетініне күмәнім жоқ. Университеттің басты жетістіктері әлі алда деп ойлаймын. Конференцияның мақсаты математика, информатика және ақпараттық математикалық модельдеудің өзекті мәселелері, сонымен қатар жаратылыстану пәндерін сапалы оқытуды қамтамасыз ету үшін педагогикалық өлшеуді цифрландыру, білім беруді цифрландыру және ақпараттандыру мәселелерін талдау. Жиынға Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет ректоры Такир Балықбаев, Мәскеу педагогикалық мемлекеттік университетінің ректоры, Еуразиялық педагогикалық университеттер қауымдастығының президенті Алексей Лубков, Мәскеу қалалық педагогикалық университетінің профессоры Сергей Григорьев, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі Мақсат Қалимолдаев, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Махмұд Садыбек және тағы да басқа ғалымдар, жоғары оқу орындарының өкілдері қатысуда. Ғалымдар информатика саласындағы тың жаңалықтар мен ақпараттық сауаттылық пен цифрландыру шараларының маңыздылығы жайлы ойларын ортаға салды. Конференция қазанның 4-іне дейін жалғасады.